Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қаралы хабар видеороликтерінде толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Белгілі ақын, қоғам қайраткері, Моңғолия және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Зұқай Шәрбақынұлы дүниеден озды деп жазады. Алаш.кз қаралы хабарды Қазақстан жазушылар одағына жеткізді. 1940 жылы Моңғолияда туған Зұқай Шәрбақынұлы Моңғол педагогика университеті және партия жоғары мектебін тәмамдаған. Моңғолия батыс өңіріндегі қазақ диапазоны қосынындағы Баян-Өлгей аумағында спорт және әкімшілік салаларында жауапты қызметтер атқарған. 1960 жылы әдебиеттен айналысып, өлең, дастан, талдау және поэзия, тарихи хикаялар менен қоғамдарда шығармаларға қалап тербеп келеді. 1970-1990 жылдар аралығында Моңғолия жеріне көкпар, ақ жаңбыр, сыр маржандары, көңілдің көкшейегі, жайлау сазы айтты өлең жинақтарын көрсеткен. 1975 жылы Моңғолия жазушылар одағы, 1993 жылы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, 1992 жылы ұрпағын ата-баба жеріне жеткізу мақсатында атамекенге оралған, соңғы еңбек жолын аумай совхоз директорының орынбасары, Ақмола облысының көші-қон басқармасы аға маманы болып қызмет атқарды. Қазақстан жеріне киелі қанның тамшысы, нар тұлға, беделді ғұмыр, қиялы түскен құнар, қайтасты қайнаулы жасырылған сыр сияқты поэзияларды кітаптар менен айбыным атамекенім, аспан асты кең мекен, қылмыс тірлік тарығы, өмірдің өң бедері, қарт жүректің алауы және тағы басқа кітаптары менен ел аузын еліктірді. Марқұмның туған туыстары менен жақындарының қаламтас әріптестері қайғылы көңіл айтады. Қазақ әдебиеті және рухани үшін орны бөлек, сөз өнеріне адал қызмет еткен қаламгердің қазасы барша ел үшін орны толмас ауыр қайғы. Артында өшпес із, тағылмас мұра қалғандықтан, ардақты тұлғаның марқұм бейнесі халық жадында мәңгі сақталады, деді хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.